Қайырлы кеш, құрметті көрермен, эфирде Ақшам телеарнасының жаңалықтар топтамасы. Студияда Айолым Алтынбекова. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легімен таныс болыңыздар. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев әкімдерді тағайындаудың жаңа ережелерін бекітті. Тұрғын үйді басқарудың тиімді жүйесі, Сәтпаевтықтардың көзқарасы қандай, сәлден кейін. Биыл ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсыновтың туғанына 150 жыл толады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев өткен конституциялық референдум барысында ел азаматтары мақұлдаған әкімдерді тағайындаудың жаңа ережелерін бекітті. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев облыс аумағында орналасқан мәслихаттар немесе республикалық маңызы бар қалалар және Астана мәслихаттары депутаттарының облыс, республикалық маңызы бар қала мен Астана әкімін лауазымға тағайындауға келісім беру қағидаларын бекіту туралы жарлыққа қол қойды. Бұл ретте президент ұсыныс негізінде облыстың республикалық маңызы бар қаланың және Астананың басшысы лауазымында кемінде 2 кандидат ұсынады. Мемлекет басшысының ұсынысында өмірбаяндық деректер, еңбек қызметі, мемлекеттік наградалар туралы ақпарат және әкім лауазымына кандидаттар туралы өзге де ақпарат қамтылуға тиіс. Диана Абдықалықова, Вадим Кривов, Ақшам телеарнасы, Сәтпаев. 1 шілдеден бастап пәтер иелері кооперативі өз қызметін тоқтататыны белгілі. Олардың орнына мүлік иелерінің бірлестіктері мен жай серіктестер келеді. Қазіргі таңда жаңа жүйеге көшу жұмыстары қарқынды жүріп жатыр, алайда реформаны толығымен қолдайтын азаматтармен қоса керісінше оған бейжай қарайтын тұрғындар да бар. Тақырыпты толығырақ тілші тарқатсын. Үйдің есігім. Қазір бұл мәселе қазақстандықтар үшін жаңа мәнге ие болып отыр. Сәтпаев даңғылындағы нөмір 123 үйдің тұрғындары мүлік иелері бірлестігіне көшуді жөн көрді. Мұндай шешімнің бастамашыларының бірі Елена Хоменко. Ол үйді пайдалануға берген сәттен бастап осында тұрады. Сондықтан қазір бәрін өз қолына алудың қаншалықты маңызды екенін түсінеді. Я живу здесь всю свою жизнь. Мен туылғаннан бастап осында өмір сүріп келем. Бұл үйде тұрғаныма 50 жыл болды. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мәселелері бойынша жаңа заң шығарылған барлығы білетін болар. Яғни ағымдағы жылдың 1 шілдесіне дейін біз мүлік иелерінің бірлестігі немесе жай серіктестікті таңдауымыз керек. Біздің таңдауымыз мүлік иелерінің бірлестігіне түсті. Үйдің тұрғындары бірлестіктің төрағасы ретінде мені ұсынды. Мен пәтерлерді аралап, тұрғындармен тілдестім. Барлығының пікірін тыңдадым. Сондықтан да қаламыздың тұрғындарына айтарым бар. Мүлік иелерінің бірлестігін тіркеуде күрделі ештеңе жоқ. Қаражаттың қайда кететінін біліп отырғанымыз өзімізге де жақсы, дейді Елена Хоменко. Алайда өкінішке орай біздің кейбір жерлестеріміз оны түсінбейді. Я была удивлена. Мен кейбір тұрғындарға таңғалдым. Олар көп нәрсені талап етеді, бірақ өздері әрекет етпейді. Кімнен талап ететінін білмейді. Қазір басқа заман келді. Өзіңіз қозғалмасаңыз, ешкім де сізге келіп бірдеңені жасап бермейді. Заң бар. Біз сол заңға бағынатын азаматтармыз. Мен де осы қаланың және осы үйдің тұрғынымын. Мүлік иелері бірлестігіне көшудің маңыздылығын түсінемін. Сондықтан да осыны сіздерге жеткізгім келеді. Айта кету керек, Сәтпаевта қазірдің өзінде 47 көп пәтерлі үй меншік иелері бірлестігіне көшті. Барлығы Елена Вячеславовна сияқты бастамашыл адамдардың арқасында. Естеріңізге сала кетсек, заң талаптарына сәйкес еліміздегі барлық көп пәтерлі үйлер ағымдағы жылдың 1 шілдесіне дейін үйді басқарудың жаңа формасына ауысуы тиіс. Диана Абдықалықова, Вадим Кривов, Ақшам телеарнасы, Сәтпаев. Биыл Алаш қозғалысы жетекшілерінің бірі әдебиеттанушы, ғалым, қазақ тіл білімінің негізін қалаушы, ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдық мерейтойы. Саналы ғұмырын ағарту саласына сарп еткен ұлы тұлғаның қазіргі білім беру жүйесінің қалыптасып дамуына қосқан үлесі өлшеусіз. Қазақтың рухани көсем атанған алаш ардақтысы ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының туғанына биыл 150 жыл толып отыр. Алаштың арда азаматының бұл жолғы мерейтойы ЮНЕСКО көлемінде әлемнің бірнеше елінде атап өтілмекші. Әрине алдымен қазақ елінде кең ауқыммен тойланбақ. Ұлт ұстазының есімін ұлықтау қашанда ізгіліктің іс екені сөзсіз. Мұны жас ұрпақта жақсы түсінетіні қуантпай қоймайды. Ахмет Байтұрсынұлын ұлықтаудың жақсы үлгісін орталық кітапхана ұжымы да қолға алған. Кітапхана фойесіне арнайы бұрыш дайындап, келген оқырмандарға ағартушы жайында кеңінен мағлұмат беруде. Биыл бір ел бір кітап
акциясы аясында оқуға ұлт жанашыры атты тақырыпта Ахмет Байтұрсынұлы ұсынылып отыр. Жыл бойы кітапхана фойесінде Ахмет Байтұрсынұлының шығармашылығы келесі бағыттар бойынша оқуға ұсынылады. Ол Ахмет Байтұрсынұлының ғылыми еңбектері, Ахмет Байтұрсынұлының әдеби шығармалары және Ахмет Байтұрсынұлының нақыл сөздері. Тіл білімінің негізін салушы, ұлт ұстазы, қоғам қайраткері, ұлт жанашыры бола білген Ахмет Байтұрсынұлының туғанына биыл 150 жыл. Ахмет Байтұрсынұлы қазіргі Қостанай облысы Сарытүбек деген жерде 1872 жылы беделді отбасында дүниеге келген. Ахмет Байтұрсынұлының әкесінің өзіне айтқан өсиетін айта кетсем, қандай жағдай болмасын, аш қалсан да, оқудан күдер үзбе деген әкесінің осындай өсиеті қалған. Осы мақсатта Ахмет Байтұрсынұлы оқуға ден қойып, Маса атты өлеңін жазып, қазақ халқын көкірегі ояу, көзі ашық болуға насихаттау барысында осы өлеңді жазған. Байтұрсынұлы шығармашылық жұмысын өлең жазудан бастаған, онда ол еңбекші халықтың ауыр халін, арман тілегін, мұң-мұқтажын көрсетіп, жұртшылықты оқуға, білімге, ғылымға, рухани биіктікке, адамгершілікке, мәдениетті көтеруге, еңбек етуге шақырады. Патшалық Ресейдің қанаушылық, отаршылдық саясатын, шенді шекпеннің алдында құлдық ұрған шенеуніктердің опасыздығын сынайды. Ақынның алғашқы өлеңдері 40 мысал атты аударма жинағында 1909 жыл Санкт-Петербургте жарық көреді. Бұл кітап арқылы қараңғы ұйқыда жатқан қалың елге жар салып, олардың ой санасын оятуға бар күш-жігерін, білімін жұмсайды. Ақын әрбір аудармасының соңында қара халықтың сол кездегі тұрмыс тіршілігін, сондай-ақ өзінің негізгі ойы мен түйінді мәселелерін қосып отырған. Халық мұрасына үлкен жанашырлықпен қараған Ахмет Байтұрсынұлы әдебиет тіліне негіз етіп, ел аузындағы тіл алынбаса, оның адасып кететіндігін де айтты. Байтұрсынұлы қазақ кәсіби журналистикасын қалыптастырған ірі қайраткер. Ол қазақ халқына, зиялы қауымға газеттің қоғамдық қызметін ұғындырып, баспасөздің өркениетті, тәуелсіз елге аса қажет нәрсе екенін жанкешті іс-әрекетімен көрсете білгендігін де айта кетейік. Алтынгүл Төлегенова, Ақжол Найзабаев, Ақшам телеарнасы, Сәтбаев. Ал біз естеріңізге саламыз, егер сіз де Ақшам телеарнасының өсіп өркендеуіне қатысты ұсыныс тілектеріңіз болса, 8707 555 80 10 телефон нөміріне хабарлассаңыз, немесе дәл осы нөмірге WhatsApp желісіне жазсаңыз болады. Аптаның 5-ші күнде келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Алда орай болжамы және орыс тіліндегі жаңалықтар.